Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін сіздермен қазақша English онлайн интенсивті курсының екінші сабағын өтетін боламыз, яғни фонетика сабағының жалғасы. Бүгін біз сіздермен дауысты дыбыстарды өтетін боламыз. Дауысты дыбыстардың оқылуында жалпы 4 тип болады. Оларды қазір ажыратуды үйретемін. Дауысты дыбыстың бірінші типіне ашық буынды сөздер жатады. Яғни, егерде сөзіміз біздің дауысты дыбыспен аяқталса, онда ол бірінші типке жатады. Ал екінші типке жабық буынды сөздер жатады. Оларға дауыссыз дыбыспен аяқталатын сөздер жатады. Ал үшінші типте дауысты әріпке R әрпінің қосылуының арқасында жасалады. Яғни, дауысты дыбысқа R әрпі қосылса, үшінші типті білдіреді. Ал төртінші типте дауысты әріпке R және I әрпі қосылатын болса, яғни ре қосылатын болса, онда бізде ол төртінші типке жатады. Қазір практикада қолданайық. Бірінші дауысты әрпіміз біздің A әрпі. A әрпі бірінші типте A дыбысын береді. Яғни, сөйлемнің соңы дауысты дыбыспен аяқталып тұр. Мысалы, plane, name, date, may. Екінші типте A дыбысын береді. Яғни, дауыссыз дыбыспен аяқталған кезде. Back, fat, flat, plan. Және үшінші типте R дыбысын береді. Міне, дауысты дыбыстан кейін бізде R әрпі келіп тұр. Car, park, large, bark. Төртінші типте, яғни R және I әрпінің қосылуының арқасында дауысты дыбыстан кейін I дыбысын береді. Kaya, claya, baya, maya. Екінші әрпіміз O әрпі. O әрпі бірінші типте O дыбысын береді. Nose, note, smoke, tone. Екінші типте box, O дыбысын береді. Box, not, clock, top. Үшінші типте O дыбысын береді. Яғни екі нүкте бізде созылыңқы деген мағынаны білдіреді. Созылыңқы O. Sort, fork, O, sport. Төртінші типте де тура сондай дыбысты береді. Store, more, bo, to. Бұлардың оқылуында ешқандай айырмашылығы жоқ, тек қана бұл егерде R әрпі ғана қосылса, үшінші типте болады, және R және I әрпі қосылатын болса, төртінші тип болады. Келесі біздің дауысты әрпіміз I әрпі. Бірінші типте I дыбысын береді алфавиттегідей. Pit, me, be, we. Екінші типте E дыбысын береді. Pet, pen, bet, red. Үшінші типте Ö дыбысын береді. Her, term, thereby, cert. Төртінші типте I дыбысын береді. Hie, fie, mie. Келесі дауысты әрпіміз U әрпі. Бірінші типте U дыбысын береді. Tube, tune, dupe, cucumber. Екінші типте A дыбысын береді. Bass, cup, match, duck. Үшінші типте Ö дыбысын береді. Turn, purr, burst, burn. Төртінші типте Ü дыбысын береді. Pure, cure, due. Мына дауысты әріптерді типтермен бірге қандай дыбыс беретінін жазып, мына мысалдарды көшіріп алыңыздар дәптерлеріңізге. Және I әрпі. Pie, бірінші типте I дыбысын береді. Pie, nine, life, time. Екінші типте I дыбысын береді. Pig, pin, tin, dit. Үшінші типте Ö дыбысын береді. Girl, sir, firm, first. Төртінші типте I дыбысын береді. Fire, maya, tire, wire. Және Y әрпі. Y әрпі бізде бірінші типте I дыбысын береді. Buy, my, type, buy. Екінші типте I дыбысын береді. Sit, system, gym, mist. Үшінші типте Ö дыбысын береді. Bird, lurch, hurt, bunny. Төртінші типте I дыбысын береді. Tire, baya. Біз Y әрпін айтқан болатынбыз, дауысты дыбыста, дауыссыз дыбыста бола алады деп. Егерде Y әрпі дауысты дыбыс болатын болса, онда бізде осы 4 типке жатады. Яғни осы 4 типпен оқылады. Дауыссыз дыбыс болатын болса, керісінше ол Y дыбысын береді. Яғни егерде осы Y әрпінен кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда
Y әрпі бізде дауыссыз дыбыс болады. Әдетте бұл сөздің басында болады. Мысалдарға қарайық. Yes, yesterday, yet, yellow, ear, you, yourself, yard, young. Және W әрпі. W әрпі де бізде дауысты және дауыссыз бола алатын еді. W әрпі қай кезде дауысты? Егерде W әрпінің алдында дауысты әріп келетін болса, онда бұл бізде U дыбысын береді. Яғни бұл дифтонг кезінде әдетте O және A әрпімен бірге келеді. Осы екеуімен бірге келген кезде қазақша U дыбысы. Мысалы, brown, brown, cow, no, how, draw, vowel, crown, awful, so, claw, low. Ал W әрпі басқа кездерде дауыссыз дыбыс болады. Әдетте сөздің басында келеді. W әрпінен кейін дауысты дыбыстар келетін болса. Want, wake, waste, wait, wake, water, welcome, well, went, west, wife, wine, win, swim, twin, wet. Негізі бұл жерде Y және W әріптерінің дауысты, дауыссыз дыбыс екені оқыған кезде қатты маңызды емес. Тек қана сіздерді біліп жүрсін деген мақсатпен осы мысалдарды келтіріп отырмын. Бүгінгі мақсат негізі дауысты дыбыстардың 4 типін жаттап алу және дифтонгтарды жаттау. Дифтонг дегеніміз екі әріптің бір дыбысты беруі. Екі O әрпі қатар келген кезде U дыбысын береді. To, soon, moon, fu, boot, booth, boom, noon. Және екі I әрпі қатар келген кезде және EA әріптері қатар келген кезде I дыбысын береді. Been, green, deep, seen, meet, teen, need, indeed, creature, dream, mean, read, scream, team, lean. A әріпімен U әрпі, A әріпімен W әрпі қатар келген кезде O дыбысын береді. August, autumn, cause, mausoleum, claw, awkward, so, low, awful, raw, draw. Келесі O және O, W әріптері келген кезде, O, U, O, W әріптері келген кезде Au дыбысын береді. Out, hour, house, ground, round, noun, mouse, loud, brown, down, now, ground, vowel, how, cow, count. Келесі бізде I, E, R және E-A-R. I, O, R әріптер келген кезде, яғни E-R, E-R, E-OR. Осы әріптер қатар келген кезде E дыбысын береді. Barrier, clear, clear, carrier, dear, smear, exterior, inferior, senior, junior, superior, peer. Осымен біздің фонетика сабағымыз аяқталды. Келесі үйге тапсырма. Яғни мына жерде сөздер берілген және төбесінде байқасаңыздар әріптер тұр, дауысты әріптер A әріпі және E әріпі тұр. Мысалы, A әріпінің астындағы сөздерде 4 типтің сөздері аралас берілген. Бұларды бірінші, екінші, үшінші және төртінші типке бөліп жазасыздар және мысалдарды оқисыздар. Мына жерде барлық дауысты әріптерге берілген A әрпіне, E әрпіне. Жазып, міндетті түрде бөліңіздер типтерге және мысалмен оқып жіберіңіздер. Аудиомен оқып жібересіздер.
мына жерде тура солай Ö әрпі және U әрпіне берілген. Сосын I және Y әріптеріне берілген. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші тип деп осы сөздерді 4 типке бөліп жазып оқисыздар. Осымен біздің фонетика сабағымыз аяқталды. Келесіде грамматика сабағын өтетін боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.